Түркістан облысы Ескі Шелек ауылында 17 жылын құлдықта өткізген апалы сіңілі екі қыз бостандыққа шықты. Психотерапевт 27 және 32 жастағы қыздармен тілдесіп, шизофрения диагнозымен ауырмайтынын анықтады. Шымкент қаласының тұрғындары көмек сұрады. Айтуларынша, Түркістан облысы Ескі Шелек ауылында апалы сіңілі қыздарды туған ағалары құлдықта ұстап отыр. 17 жыл қос қарындасына қамқорлық емес, қорлық көрсетіп келген ағасы оларға мал бақтыратын көрінеді. Түркістан облысы Ескі Шелек ауылында Назгүл мен Құндыз есімді қыздар сұмдық жағдайда тұрып жатыр. Сыныптастарының сөзінше, апалы сіңілілер 17 жылдан бері қорада тұрып мал бағып жүр. Желі қолданушылары бұл қыздарды танып былай жазыпты. Оның айтуынша, бұл қыздар оның сыныптасы. 7-ші сыныпта біз оқығанбыз. Мен қазір оны тек көзінен танып отырмын. Ол кезде өте сүйкімді әдемі қыз еді. Шашы қолаң, жүзі жарқын. Сол кезде кішкене қорқыныш болатын, жасқаншақ болатын. Бірақ бізбен жүргенде ойнап күліп жүретін. Назгүл көп сөйлемегенімен барлығын біледі. Біз сабақта көмектесіп қорғап жүретінбіз. Кейін мен басқа қалаға көшіп кеттім. Бір кездері осы қызды ойлап қоятынмын. Қайда екен деп. Қандай өкінішті, жылағым келіп тұр. Назгүл ешқандай да ауру емес. Ол сабақты да жақсы оқиды, ауру емес, есі түзу. Бір інісі бар. Бақош деп інісін уайымдап ұрысып жүретін. Барлы уақытта сол інісіне қарап қамқор болып жүретін. Сіңлісін мен танымаймын. Ол кезде оқымайтын шығар әлі. Әдемі қызды қор қылғаны жүрегіме тиді. Есі дұрыс болмаса, өзі киіммен жуып үтіктеп сабаққа дайындалатын бай еді. Кәдімгі қыз еді. Кейін 9-шы сыныпта Назгүл, Нұргүл мен 1-2 ай бір комнатада жаттық. Бірге отырып тамақ ішетінбіз. Комнатада әңгіме айтып, емтиханға дайындық. Магазинге барып заттар алатынбыз. Барлығы дұрыс болатын. Өте таза қыз еді. Үстіндегі киімінен бір қыл таппайсың. Қор болған жастық шағай. Ата-анам Таразда тұрады. Алла қаласа Таразға барғанда барып жолығамын. Мені танитын шығар деп үміттенемін. Көрдім де мұңды өмірді. Қабырғам менің сөгілді. Қыздарға жаным ауырып, жанардан жасым төгілді. Өлмесін ұят ар деген, темір емес қой жан деген. Тас жүрек аға жеңгесі жазасын алсын заңменен.